Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз 6 сынып математика, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және мәндес теңдеулер. Анықтамаға тоқталатын болсақ, ax плюс v тең 0 түріндегі берілген теңдеуді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп атаймыз. Мұндағы x деп отырғанымыз бұл айнымалы, a және b деп отырғанымыз бұл қандай да бір сандар. Мысалы 0,9x минус 4,5 тең 0. Бұл бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Және де тағы да мынадай түрде келеді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Және де жақшамен де беріледі екен. Енді осы беріліп тұрған мысалдарды біз шығарып көрейік. 0,9x минус 4,5 тең 0. Бұл қарапайым теңдеу. Бұндай теңдеулерді біз 5-ші сыныпта да шығарып жүрміз. Бұл жерде бірінші минус 4,5 деген санды біз теңдіктің оң жағына шығарамыз. Осы жерде теңдіктің қасиеттерін пайдаланамыз. Егер де санды теңдіктің оң жағынан сол жағына немесе сол жағынан оң жағына көшірген кезде оның таңбасы қарама-қарсы өзгеретіндігін ескеруіміз керек. Осы жерде 0,9x-тің өзін жазамызда 4,5-ті теңдіктің оң жағына апарамыз. Сол кезде оның таңбасы минус еді, плюс болып өзгереді. Және де x-ті тапқан кезде 4,5-ті 0,9-ға бөлеміз. Сол кезде жауабы 5-ке тең болады. Арғарай бұл теңдеуді тексеруге болады. X-тің орнына 5-ті қойып, шығарып, мәні 0-ге тең ба, оған көз жеткізуге болады. Енді жерде уақыт алмай қояйын. Келесі бізде сызықтық теңдеу мына түрде де беріледі. 3x минус 5 тең 2x плюс 2. Бұл жерде бір айнымалысы бар. Мына x пен x, яғни айнымалылары бірдей. Бірақ ол екі жақта орналасып тұр. Соны біз бірінші x-терді, яғни айнымалысы бар өрнектерді теңдіктің сол жағына, ал бос мүше, яғни сандарды теңдіктің оң жағына апарамыз. Сол кезде қасиетті қолданып, қарама-қарсы таңбамен көшіреміз. Яғни 3x минус 2x тең 2 плюс 5 болады. Ары қарай ықшамдаймыз, яғни 3x-тан 2x-ті азайтсақ, x қалады тең 7-ге. Яғни x тең 7-ге болды. Келесі теңдеу, бұл жердегі өзгешелігі жақшамен берілген. Алдымен жақшаны ашып аламыз. 4-ті әрқайсына көбейтеміз. Сонда 4x плюс 28 тең 3 минус x. Енді x-терді бір жағына, сандарды бір жағына апарамыз. Яғни мына теңдеудегі сияқты 4x плюс x болып барады. Мына минус x мынаяққа көшкенде. Және де 3, 28-ді мынаяққа көшіргенде минус 28 болып барады. 4x-ке x-ті қоссақ 5x тең үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда минус 25 болады. X-ті тапқан кезде минус 25-ті 5-ке бөлеміз. Сонда x минус 5-ке тең болады екен. Орнына қойып тексеріп көз жеткізуге болады. Енді балалар, мәндес теңдеулер дегеніміз ол қандай теңдеулер? Түбірлері бірдей немесе түбірлері болмайтын теңдеулер, бұлар мәндес теңдеулер болып табылады. Мысалы, 5x минус 3, яғни жақшаның ішіне тең 0 теңдеуі мен 5x минус 15 тең 0 теңдеуі, бұл екеуі бір-біріне мәндес теңдеулер. Себебі, мына бірінші теңдеуді шығарған кезде жауабы 3-ке тең болады түбірі, екінші теңдеуді шығарған кезде де ол жерде 3-ке тең болады. Яғни түбірлері бірдей немесе түбірлері болмайтын теңдеулерді біз мәндес теңдеулер деп атаймыз. Енді теңдеуді мәндес теңдеуге түрлендіру ережесіне тоқталайық. Теңдеудің екі жағына да бірдей санды қосқанда немесе екі жағында бірдей санды азайтқанда теңдеу мәндес теңдеуге түрленеді. Мысалы, бізде 9x плюс 7 тең 34 деген сызықтық теңдеу берілсін. Екі жағына да минус 7-ні азайтамыз. Сол кезде 9x-тің өзі қалады да 34-тен 7 азайтылады. Яғни бірінші беріліп тұрған теңдеу мен соңғы беріліп тұрған теңдеу, бұлар бір-біріне мәндес теңдеулер.
осы жерден бір анықтама шығады. Теңдеудегі қосылғыштың таңбасын қарама-қарсыға өзгертіп, оны теңдеудің бір жағынан екінші жағына көшіргенде, теңдеу мәндес теңдеуге түрленеді. Яғни мына жерде балалар 9х-тің өзін қалдырып, 7-ге дейді, яғни теңдеудегі қосылғыштың таңбасын, яғни плюс 7 қосылғыш қой, қарама-қарсыға өзгертіп, оны теңдеудің екінші жағына көшіргенде дейді, бірден мәндес теңдеуді алады екенбіз. Екінші жағдай, теңдеудің екі жағында нөлден өзге бірдей санға көбейткенде немесе бөлгенде теңдеу мәндес теңдеуге түрленеді. Яғни дәл осы теңдеуді алайық тағы да. Осы жерде екі жағына да 2-ні көбейтеміз. Жақшаларды ашсақ 18х плюс 14 тең 68 болады. Сонда бірінші беріліп тұрған теңдеу мен соңғы беріліп тұрған теңдеу, бұлар бір-біріне мәндес теңдеу болады. Тағы бір мысалды мен бекітіп кетейін сабағымды. 18 плюс 3х тең х плюс 14. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Шығарған кезде 3х пен х-ті сол жағына, ал бос мүше, яғни сандарды оң жағына көшіреміз. Қарама-қарсы таңбамен көшеді, соны ескеруіміз керек. Сонда 3х азайтылған х, 14 азайту 18 болады. Ары қарай ықшамдаймыз. 3х-тан х-ті алсақ 2х тең минус 4. Х-ті тапқанда минус 4-ті 2-ге бөлеміз, сонда минус 2 шығады екен. Оқушылар, алдағы сабақта осы тақырыпқа байланысты есептер шығаратын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.